Құрметті студенттер, бүгін біз ақпаратты бас сүйектің контрафорстары туралы беретін боламыз. Оны түсіну үшін біз мынадай ақпараттарды білуіміз керек. Біріншіден, бас сүйекте жалпы жұқа және қалыңдаған жерлер болады. Жұқа жерлер ол бас сүйектің әлсіз жерлері. Осы жерлерден көбіне сыну болады. Ал екінші құрылымдар ол бас сүйектің қалыңдаған жерлері. Осы қалыңдаған жерлер немесе оларды контрафорстар деп атайды. Осы қалыңдаған және жұқа жерлер бас сүйектерде алмасып келіп отырады. Осы жұқа жерлерде көбіне бас сүйектің тесіктері орналасқан. Осы тесіктерден қан тамырлары, нервтер өтеді. Сондықтан бас сүйек жиі осы әлсіз жерлер, жұқа жерлерден сынап десек, көбіне осы қан тамырлары мен нервтердің зақымдалуымен қатар жүреді. Енді біз қалыңдаған жерлерге келейік. Бас сүйектің негізгі тіректік құрылымы болып табылатын қалыңдаған жерлер контрафорстар деп аталады. Контрафорстар деген термин жалпы өзі ол архитектуралық термин. Яғни үлкен ғимараттарды салған кезде ғимарат құлап қалмас үшін түсетін жоғарыдан биіктен түсетін күшті тең тарату үшін белгілі бір құрылымдар салынатын болған. Сондықтан оларды контрафорстар деп атаған. Енді біз осыдан кейін контрафорстарға қарапайым мынадай анықтама бере аламыз. Түскен күшті тең тарататын сүйектің қалыңдаған жерлері. Сұрақ, бас сүйекке күш қайдан түседі? Әрине, ол шайнау кезінде. Сондықтан контрафорстардың мынадай қызметтері бар. Біріншіден, контрафорстар шайнау кезінде түсетін күшті тең таратады. Яғни шайнау кезінде күш тек қана тіске немесе альвеолярлық доғаларға ғана түспейді. Осы контрафорстар арқылы бас сүйектің күмбезіне тарап кетеді. Екіншіден, тағы да күш бас сүйекке ол адам эволюция барысында тіке жүреді. Тік жүрген кезде көбіне соққыны бас сүйекпен басмай алады. Әрине, адам ағзасында амортизациялық қызметті негізінен омыртқа жотасы алады. Дегенмен бұл жеткіліксіз. Сондықтан бас сүйекке түсетін соққыны тағы да одан әрі жеңілдету үшін осы контрафорстар қызмет атқарады. Үшіншіден, адамдарда спорттық жаттығулармен айналысқан кезде де осы түсетін күшті соққыны азайту үшін, тең тарату үшін контрафорстар қызмет атқарады. Енді біз контрафорстарға келу үшін негізінен адамда шайнау кезінде деп мана айтып өттік. Шайнау кезінде біз білеміз, негізінен қатысатын ол жоғарғы және төменгі жақ сүйектер. Сондықтан бас сүйектің контрафорстары жоғарғы жақ сүйектің және төменгі жақ сүйектің контрафорстары деп екіге бөлінеді. Енді жоғарғы жақтан бастайық. Жоғарғы жақта контрафорстар, төрт контрафорстар ажыратады. Міне жоғарғы жағында жазып тұр. Бірінші ол маңдай мұрын контрафорсы, екінші альвеолярлы бет контрафорсы, үшінші қанатты таңдай контрафорсы және таңдай контрафорсы. Қазір біз ол таңдай контрафорсына келесі слайдта келеміз. Бірінші маңдай мұрын контрафорсы. Маңдай мұрын контрафорсы ит тістен түскен күшті ит тіс төмбегі арқылы одан әрі жоғарғы жақ сүйектің бойымен маңдай өсіндісі арқылы маңдай сүйегінің мұрын бөлігіне бағытталады. Екі жақта да осы түскен күш маңдайдың мұрын бөлігіне парс назарис бағытталады. Әрі қарай қас үсті доғасы арқылы екі жаққа тарау арқылы бас сүйек күмбезіне тарайды. Келесі контрафорс, жаңа ғана айттық, альвеолярлы бет контрафорс деді. Альвеолярлы бет контрафорсы бірінші және екінші азу тістерден түскен күшті әрі қарай түскен күшті әрі қарай бет сүйегі арқылы үш бағытта таратады. Оны біріншісі артқа қарай бет сүйегінен самай сүйегінің бет доғасы арқылы бас сүйек күмбезіне таратады. Екіншісі жоғары қарай бет сүйегінің маңдай өсіндісі арқылы жоғары қарай таратады. Және үшіншісі ішке қарай марго инфраорбиталис арқылы мана айтып өткен контрафорспен қосып жібереді. Сондықтан контрафорстардың ішіндегі ең күрделісі осы альвеолярлы бет контрафорсы. Өйткені ол үш бағытта таратады.
Бірінші, екінші үлкен азот түскен күштен артқа қарай, жоғары қарай және ішке қарай. Сондықтан өте күрделі. Келесі қанатты таңдай контрафорс. Қанат таңдай контрафорсы үшінші азот түскен күшті. Әрі қарай жақ сүйектің тубер максиляр арқылы қанат тәрізді өсіндіге сол арқылы жоғары қарай таратады. Мына слайдтан көруге болады, қанатты таңдай контрафорсы қайталап айтайын. Мінекей жоғарғы азот түстен тубер максилярдан түскен күшті. Тубер максиляр арқылы мына қараймыз. Сынап тәрізді сүйектің қанат тәрізді өсімісі арқылы жоғары қарай таратып өреді. Мына жерде де жоғары азот түстен түскен күшті, қанат тәрізді өсімді арқылы жоғары қарай және ішке қарай таратады. Ары қарай біз білеміз, қанат тәрізді өсімді арқылы ары қарай күш бас сүйек негізі арқылы бас сүйектің неурокраниумға қарай тарап кетеді. Келесі төртінші жоғары жақ сүйегінде ол таңдай контрафорсы. Таңдай контрафорсы, міне қараймыз, екі жақтағы альвеолярлық доғаларды көлденең бағытта бір-бірімен байланыстырады. Нәтижесінде шайнау кезінде түсетін күшті таңдайдың горизонталды пластинкасы арқылы екі жаққа қарай көлденең бағытта таратады. Міне осы айтылған контрафорстар жоғарғы жақтың контрафорстары деп айтылады. Енді төменгі жақ сүйегіне келетін болсақ, төменгі жақ сүйегінде негізінен екі контрафорстар жатады. Оның біріншісі альвеолярлы контрафорс, екіншісі өрлемелі контрафорс. Альвеолярлы контрафорстар негізінен альвеоляр өсімдің негізінен жоғары қарай қызылектік бағытқа қарай тарайды. Сондықтан бұларды альвеолярлы контрафорс дейді. Және оның траекториясы одан ары қаратай тәжді өсімділерге қарай тарайды. Екіншісі ол өрлемелі контрафорс, ол төменгі жақ сүйектің негізгі денесінің негізінде ірі валик түрінде көрінеді. Осы бағыттан түскен күшті қараймыз, төменгі жақ сүйектің мойны одан ары қаратай төменгі жақ сүйектің басы капут мандибуляға қарай таратып жібереді. Сондықтан төменгі жақ сүйекте осындай екі контрафорсты ажыратамыз. Бұдан басқа біз жаңа ғана айттық, контрафорстарды айтқанда шайнау кезінде бас сүйектің негізіне қарай беріледі дедік. Және мана видеоның басында айтқан спорттық жаттығу кезінде бас сүйек және басымен соққы алады десек, міндетті түрде төменгі бас сүйек негізіне де контрафорстарды ажыратуға болады. Бұл жерде бас сүйек негізінің контрафорстары 7, біз айтамыз, шұңқыр түрінде бейнеленген екен. Оның біріншісі маңдай контрафорсы. Маңдай контрафорсына қараймыз, сынап тәрізді сүйектің денесі бағытынан екі жаққа қарай таратады. Сонда түскен күшті екі жаққа қарай тарату арқылы бас сүйектің безіне береді. Келесі алдыңғы контрафорс. Алдыңғы контрафорс мінекей төменнен түскен соққыны күшті сынап тәрізді сүйектің қанаттар арқылы екі белгі қарай таратады. Үшіншісі артқы контрафорс. Артқы контрафорс самай сүйектің пирамидасы арқылы қараңыз, бас сүйек күмбезіне қарай таратады. Келесі шүйде контрафорсы өте күрделі. Шүйде контрафорсы шүйде сүйектің еңсі клыбусы арқылы ол екі форамен мағлумның екі жағына, одан әрі қаратай шүйде сүйектің ішкі қырқасы арқылы таратып жіберетін күштерді. Нәтижесінде бізде бас сүйектің негізінде осындай контрафорстарды ажыратамыз.